Сәлем құрметті оқырмандарым, Күлдек әлемнің каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде қызанақты қалай жаңа көшет қылып отырғызу туралы көрсетемін. Бұл қызанақты мен шынымды айтайын, марттың, наурыз айының аяқтарында еккен болатынмын, бірақ қазір шығып жатыр. Не себепті? Себебі күннің қызуы енді түсіп жатқасын шығып жатыр. Мен бұл вообще шықпайды да шығар деп ойладым, себебі мен көңге еккенмін. Көңді арнайы залалсыздандырған жоқпын. Яғни оның ішінде құрт та бар, тарақан да бар дегендей. Сол себепті содан қорықтым, может дәнін жеп қойған болар деп. Бірақ көріп тұрсаңыздар, барлығына шығып жатыр. Міне тағы да бір ящигін көрсетейін. Ода енді шығып жатыр, көріп тұрсаңыздар. Бір үлкен, біреу кішкентай, әртүрлі. Ал мынаның ұнағаны маған барлығы бір-бірдей шығып жатыр. Бұны мен қарапайым шашқан жоқпын, сол себепті. Бұны мен арнайы рәткілеп, ерінбей отырып, үйде ештеме жоқ кезде, іш пысқан кезде ерінбей отырып еккен түрім. Соған рахметімді айтып жатыр, көріп тұрсаңыздар. Былтыр осылай еккен болатын осындай арнайы ағаш ящикке, бірақ шашып тастағанмын. Оны ұнамаған себебі бытысып шықты. Сосын бір-біріне қыстырылып, мынандайдың біреу үлкен болса, біреу енді шығып жатқан. Мыналарда да кейбірлерінде бар енді. Бірақ көріп тұрсаңыздар, аралары ашық, бір-біріне кедергі жасамайды. Шыққанда әйтеуір алып үйге қоятын қылып. Кейбір жерлерінде де бытысып кеткен, арт жақтарына ерініп шашып тастаған болатынбыз. Енді мына жақтан әдейі бастады, көріп тұрсыздар ғой. Анада солай. Барлығын солай барынша міне көріп тұрсаңыздар. Алтыма ящик бар, барлығын солай екті. Қызанақ неге көбейген дейсіздер? Менде себебі қызанақ бізге жетіңкіремейді. Қызанақты өте қатты жақсы көреміз. Қиярдан гөрі. Келесі бір арнайы стаканға еккен түрлерін бар, міне көрсетіп жіберейін. Мынандай. Міне көріп тұрсаңыздар. 22 номерлік дейді. Білмеймін, не сорт екенін, қандай сорт екенін білмеймін әйтеуір. Себебі міне қызанақтың түрі көп болғандықтан мен тек номер түрінде ғана жазып қоямын. Міне көріп тұрсаңыздар, міне көрініп тұр ма? Тамыры енді шығып жатыр. Биылғы қызанақтар менде өте кішкентай, білмеймін, күннің ауа райының салқындығынан болар ма, білмедім әйтеуір. Бірақ әйтеуір шамалы болса да өсіп келе жатыр. Тағы сіздерге қазір көрсетейін, тағы бір түрі бар. Ол мынандай. Бұны енді адам көрсе аянышты енді. Бұл енді мынандай кішкентай ғана ыдыста өсіп тұр. Бұны білмеймін енді қалай болатынын. Бұны бөлек ыдысқа еген ба, екпейін ба, тамырын көрсеңіз қараңыздар. Енді адам сенгісіз жағдайда өмір сүріп жатыр. Міне мынаусы, міне көріп тұрсаңыздар, өте кішкентай сорттың бір түрі. Мыналар кішкене биіктеу. Айырмашылық көрініп тұр, кәдімгідей көріп тұрсыз ғой. Мынаусы мына ең шеттегісі, оң жақтағысы. Бұл биік болмайды, орташа көлемді. Бұл жерлерде де номерлер жазылып тұр, міне. Номермен барлығы, себебі мен білмеймін аттарының қандай екенін. Енді бұны да білмеймін. Bir жағына отырғызым да келіп тұр, бір жағына отырғызым келіп тұрған жоқ, себебі зақымдап алам ба деген жағдайда. Далаға бір жылы отырғызам ба деп ойлап отырмын. Көреміз енді уақытың болған шейін қандай болатын. Келесі сіздерге тағы бір қызанақтың түрін көрсетейін қазір. Үлкен ыдыста да қазір. Міне алдым. Бұл жерде міне мынандай арнайы үлкен ыдыста егілген қызанақ. Бұда да енді кішкентай дегенмен енді тағы тамырлар шығып жатыр. Бұл жерде ішінде екі түрлі. Мен негізі бір сорт екендей болғанмын негізі, бірақ қарап тұрсаңыздар жапырақтары әртүрлі. Яғни біреу картоп тәріздес, біреу кәдімгі. Бірақ екеуі де негізі мен сорт болуым керек, білмедім ол не сорт екенін. Түсіне алмай-ақ қойды. Көреміз енді. Әртүрлі жаңағы мынандай ящикте ектім, андайда ектім. Сіздерге тағы біреуін көрсетейін қазір. Бұл да жаңа бір полосатый шоколад деген сорттың бір түрі. Міне шо ол негізі пымы сияқты болып кеткен. Полосатый шоколад деген. Бұл яғни өте жаңа іші қызыл. Арнайы жапқы томат стюге, домашний өте күшті сорт. Солардың бір түрі. Енді сары сорттар да бар, онымен сары сорттарды көп жеуге болмаса, басқа еш нәрсеге келмейді. Сол себепті оны шамал ғана ектім, жазғы салаттарға жаңа нелер қосу үшін. Бірақ ол сары сорт өте жаңа диетада отыратын, мысалы сахар бар деген сияқты сондай адамдарға өте пайдалы. Сіздерге тағы көрсетейін, мынандай ыдыста бар, қазір көрсетейін сіздерге. Мынандай ыдыста да ектім міне. Бұны мен арнайы жаңағы сусыз өсіріп, оны да бір көрсетемін бір күні. Сосын мынандай ыдысқа ектім. Әзірге тамыр жоқ, бірақ енді алып кетіп жатыр, көріп тұрсаңыздар. Солай, менде кішкентай горшоктың кеше деген помидордың міне қызанақтың мынандай түрі бар. Бұл яғни мен өзімнің тұқымымнан ауырын қарап тұр енді. Бірақ кіп кішкентай болса көріп тұрсаңыздар да, кіп кішкентай бола тұра міне гүлдеп жатыр.
Бunda мен уже үлкен ыдысқа еуім керек себебі уақытым жоқ тіпті. Яғни ертерек жеу мақсатында бұйыртса қияр мен салат жасап суған болмаса, бұған бірақ әзірге орын жоқ. Сіздер тағы қандай нені көрсетейін. Міне кейбірлер тіпті енді бастап кейбірлер мысалы егіп үлгермесеңіздер міне енді бастап та егуге болады. Егер батыс Қазақстанда салқын жақта тұрсаңыздар, мысалы Қарағанды болсын, тағы қай жақтар, сіздерге әлі ертерек міне енді егіп жатқаны да бар. Яғни бұлар сентябрь айында, қыркүйек айында болса да пісіп үлгереді. Көкте жинап алсаңыздар да үйден қызартып керек нәрселерді істесеңіздер де болады. Егер үлгермеген жағдайда жұмыспен қолдарыңыз босамай жатса егуге болады. Ящикпен егу ұнағаны көріп тұрсаңыздар, енді үнемі болса егемін, себебі деген әрине уақыт алады. Егер сіз былай шаштасаңыздар, ол бытысып жөнді дұрыс оражай бермейді. Мынау барлығы мен өзімнің тұқымымнан жиналған. Көріп тұрсаңыздар, мынандай сары арам шөптер бар, жұлып тастап. Олар деген өте зиян, орап тастайды да, согын, помидордың қызанақтың жаңағы согын суырып алып, қызанағымызды өлтіріп тастайды. Солай. Тағы да қызанақ туралы сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, барынша жауап беруге тырысамын. Тағы да видеолар болады, канал жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.